бізде қонақта West Ars тобы. Қошеметтеріңіз, йоу. Только ты. Сабын жоқ, сол кір, әлі кір. И такой на шару. Асыл ана менің жаным. Шүкір етейік. Сосын спортпен айналысыңдар. Сәлем қызу, арамой жол, қарапайым елміз тілектері көп. Жарық болсын әрдайым күн мен ай. Йоу, сәлематсыз ба? Ақтау қаласы қазақ рэптің отаны болғандықтан, мына қонақтардың менің бағдарламамда болмауы аузыңа май үшін үлкен қателік деп есептеймін. Сол себепті 8-ші выпуск аузыңа май. Біз бастаймыз, кет. Бізде қонақта 2000 және 2005 жылдардағы 91-дар. Ойнау айтам. Бізде қонақта West Ars тобы. Қошеметтеріңіз, йоу. Йоу деп қалай отып қалған, йоу. Ал ағалар, West Ars деген кімдер? Неге ол өз жұмысын тоқтатты? Бірінші сұрақ. Арбат жауап бер. Басында West Ars деген ол сонау 2000 жылдарда құрылған топ. Ол кезде West енді запад, батыс деген сөзді өт. Ars деген 3 баланың аты ғой. Анчик, Руслан, Сәкен деген 3 баладан шыққан ғой. Сосын ол кезде олар Қайнар колледжінде оқиды. Сәкен енді менің кластасым, Серікпен кішкентай кезімізде доспыз. Сөйтіп араласып келіп Серік қосылған. Сосын, в общем, бара-бара мен қосылдым. Сөйтіп West Ars аты қалды да. Сондай Старс болып келеді. Старс болып қала берді. Содан кейін уже Старс болдыңдар ғой, жайлап. Қаланы шулатып дегендей. Неге ол өз жұмысын тоқтатты? Енді оның тарихын негізі Серік жақсы біледі. Оқуға кетті әркім жан-жаққа. Сосын жаңағы 2006 жылы соңғы майда бір не болды? Концерт Ақтөбеде. Ол кезде жаңағы ДМХ болды, Ола Жако дейтін болды. Солармен бір концерт, последний мен үшін сол кезде енді соңғы деп айтуға үлкен концерт бергеніміз. Мен майда, мен июньде үйленетін болдым. Майда барып келдік 2006-нан. Содан кейін жайлап. Басқа жолына кеттік енді, КВН кеттік. Тойға кеттік. Рахмет үлкен. Алике, бая сіздердің известный Сабын жоқ деген өлеңдерім бар ғой. Соның бір үсіндісін оқып берші. Есте болса ол. Саған қазір сол еске зерттак. Сабын жоқ, сол кір, әлі кір. Ақтаудың рэбін дұрыс ұстауға менде тегі тұр. Шүкір-ау. Мұндай әдемі өлең. Сабын жоқ, сол кір, әлі кір. Ақтаудың рэбін дұрыс ұстауға менде тегі тұр. Шүкір-ау. Мұндай әдемі Алике, рахмет. Ал енді, Сәке, не уходи, припевы айтып берші. Только ты не уходи, побудь еще со мною. Только ты не уходи, ведь судьба нас соединила. Ой, не уходи. Не уходите, оставайтесь с нами, продолжаем дальше. Йоу, от души посвящаю. Быстро, братишка, он деген спортсмен. Быстро, братишка, шпичик вообще. Быстро, братишка, типа бизнесмен. Быстро, братишка, Да-да. Алло, братчика, үйге нан әкеліп тасташы. Хорошо, братан. братишка, жан. Ал енді давайте енді кішкене бір көңіл көтеріп отырайық. Бізде челлендж бар. Біздің қонақтар мен дайындаған 3 танымал өлеңдердің атауымен кім айтатынын табу керек. Ал мен дайындаған өлеңдер керісінше әндетілетін болады. Бірінші болып тапқан адам қол көтеріп емес, өзінің ойлап тапқан арнайы дауысын айтып, жауап беруі тиіс. Кеттік. Давай, Алике сізде қандай? Қоң. Ал Сәке сізде? Миық. Все, ал енді бастаймыз. Ал бірінші өлең кетті. Қандай өлең? Дискотека. Рай Мартин.
Ал енді екінші өлең. Смотрите, на кону желание. Ал сіздер желаниелерің қандай екенін білмеймін. Серовтың өлеңдерін қосмаса. Ал келесі ән. Над мостовом, стеной ярвая, оно тупца, тупка, кетевемок, вся тупка, кетевемок, Мен мына қандай өлең екенін білемін, кім айтатынын білемін. Скиф. Скиф. Аман. Қандай өлең? Атында айту керек. Қандай өлең екен? Қайтадан қосайын. Қайттан қосшы, давай тыңдай. Кім Барбосы, дұрыс емес. Давайте жігіттер қайтадан дұрыстап тыңдайық. Ол өлең емес. над мостовом, стеной ярвая, оно тупца, тупка, кетевемок, вся тупка, кетевемок, Дома, Ақтау, бей. И такой на шару. Дома, да? Атылдым. 2-0. Ұтылған жоқ. Соңғы өлеңді кім білет? Сол ұтады. Все, давай. Дайынсыңдар ма? Дайымыз. Да, согласны? Да, кеттік үшінші өлең. Қазақ елі да, біздің Ойстарсын, да? Иә, Ойстарс өлең. Ақша адамға мол келер, біреуіне кем келер. Мол келгенге тұншықтырып, кем келгенге тем берер. Бүгінгі бізде жеңімпаз сол қанатта, сол... Все, енді, братан, желаниең қандай? Кавказыр істеу керекпіз. Кавказыр істеу керек пе? Кавказ ұтылдың, братан. Жерге тұрам да, халқы бар жерге тұрайық та, сосын Селик не уходидің припевін айтып берсін. Не уходи. Все? Все, братан, это шоу, братан. Жайлап айту керек па? Жоқ, дауысын шығарып, только ты. Все, осы желание. Челленджда ұтылып қалған Серік ағамыз бүгін өзінің Айқуат ағаның желаниясын орындайын деп жатыр. Қараймыз. Жоқ, шық. Кеттік, менің желаниемді орындап кеттік. Только ты не уходи, побудем мы с тобою. Только ты не уходи, ведь судьба нас соединит. Только ты не уходи, ведь судьба нас соединит. Егер де сіздің үйіңіздегі төрдің стенасы бос болса, немесе сыйлы адамыңызға ұмытылмас сыйлық жасағыңыз келсе, менен кеңес және де дұрыс шешім бұл авторлық картина. Жігіттер, неге волки бұл менің братвам түлкілерді, қасқырларды сындыраматам? Оған әлі қойып жоқ. Ол енді, ол кезде мен, ол кездегі моданың бірі ғой. Көшенің заңы, микрорайон болып жүреміз. Ол кезде мен 11-дің балдарымен жүрдім, волки. Бәрі білет, енді атын естісе бәрі. Қазіргі кезде де еске алып жатады. Сол кезде менің класстасым бар, Әділ Букеев Әділ деген. Сол ұсыныс жасаған да біздің бір клан туралы өлең шығар. Гимн болсын, дух берсін болады ғой бірсінде. И сол өлең шығып кеткен ғой, как раз Rough Riders'ын, по-моему, минусы ол керек, DMX-тің. Соған шыққан өлең, тоже ол да біраз таралып кетті ғой. Как сол волк кланның гимн ретінде жазылған тректер ғой. Руларың кім? Так, менің руым Жемини, оның ішінде қалшасымын. Оның ішінде нағашыларымда Жемини, Кедей Жемини, Серік Сең руы деген Менің руым Жаңай, оның ішінде Сәркен Жаңаймын. Ғаділбек Жаңай братан дейсің. Нағашыларым қырғыз. Ақтөбенікі қырғыз. Енді қазіргі жастарға айтар ақылыңыз, ағалар, маған да айтатын ақылдарың бар шығар, соны айта кетсеңіздер. Енді ең бастысы адамгершілік болу керек. Ең бастысы қазіргі адамгершілік, адами қасиеттердің бәрі төменгі сатыда да, төменгі уровеньде. Қазір ақша, билік, көкірек, сондай жалған, сондай бірінші орындарда тұр да.
қандай да бір адамды алмасаң, ең бастысы жаңа айтады ғой, бұл өмірде адам атын ақтайтын азамат болсын деп. Азаматқа лайық болу керек. Серік екеуміздің ең жақсы көретін сөзіміз бар. Любой затқа, любой ситуацияға, любой нәрсеге, любой кезде шүкір етейік. Сосын спортпен айналысыңдар. Құрметті футбол сүйер қауым, осы аптаның демалыс күндерінде және де келесі аптада болатын Тоттенхэм Арсенал, Эль Классика Реал Мадрид пен Барселона, Париж Сан-Жермен Манчестер Юнайтед және де Бавария Ливерпуль секілді ойындарды нән экранда және де тәш тамақпен қарағыңыз келсе, мен лично сізге Қазан дәмханасын ұсынамын. Егер де осы ойынның нәтижелерін сен дәл тапсаң, Қазан дәмханасының атынан сыйлыққа ие боласың. Келің, көрің, ұтың. Кет! Ал енді құрметті көрермендер, эксклюзив барлық аналардың құрметіне. Ғаламдағы асыл жандар аналарға арнаймыз. Аналарға арнаймыз. Йоу. Арманым бар тербететін менің жүрегімді, анам саған арнаймын осы өлеңімді. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенен асқан бұл ғаламда артық жан жоқ мен білем. Айналайын ана, мен сені сүйемін, баршамыздың сезімі осы деп сенемін. Саған деген сенім үміт махаббатым мол, мен сені әлпештеймін бақытты тек бол. Анашы менің асылды жүрегім, сақтаймашы ешқашан бұл менің тілегім. Сені ай мен күнге ерекше теңеймін, сен менің жүрегімсің, басқаны білмеймін. Шынымды айтсам анам менің мақтанышым өмірде, сенің көзіңнің шашады күшті көңіліме. Саған деген тілейтінім тек қана бір тілек, жарқырай бер аман бол, біз болайық бір тек. Асыл ана менің жаным, өзіңсің маған даным, мен сені сүйемін ана, сенде жан бар ма? Барша аналарымызды, апаларымызды, қарындастарымызды, келіншектерімізді келе жатырған 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді братандар, менің осы аузыңа май бағдарламамызға тілек айтсаңыз, енді тілекші халықпыз ғой, тілек айтпай жүре алмаймыз. Давайте, тост, от души, машинный тост. Аузыңа май бағдарламасына творчестволық табыстар тілейміз. Подписчиктерің көбейсін, каналың бүкіл Маңғыстаудың жаңағы көлемінде емес, Қазақстан, шетелдердің көлемінде, басқа шетелдерде де қазақтар бар ғой, мысалға. Солар да тыңдасын, басқа ұлттар да көрсін мысалға. Сол тілейміз. Ақылбек саған өте дұрыс іс бастап жатсың. Қазіргі заманның сол талабы ғой осы, тренді ғой. Заманға сай. Хайпы ғой, хайп. Мысалға, әркез осындай қуанта бер, қонақтарыңмен жетістіктерге жете бер. Біз әрқашанда қолдаймыз. Тек звондасаң болды. Жата алмаймыз, келеміз, айтамыз. Далаға шығып өлең айтамыз. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Ауыздарыңызға май ағалар. Енді жаңа қалай сіздерге дейін мен де тілек айтайын. Бір-екі тілегім бар. Отбасыларыңыз аман болсын. Әрқашанда өз інілеріңізді қолдап жүре беріңіздер. Аз да болса көп те көріңіз енді мына бағдарламаны. Ал көп болып жатса менімен бөлісіп жүріңіздер деймін. Болды. Бұл аузыңа май. Goodbye! Астыңа кашка айтып Ақылбек, бұл жерде мысалға Сәкенді айтып кету керек. Сәкеннің бұл группадағы орны зор, орны кәмінен үлкен орны бар да. Бұл бала енді жанұялық жағдайлармен Алматыға кетіп қалды. Сәкен, ассалаумағалейкум. Сәкен, Алматыда өзінің бизнесі бар, кіші кәсіпкер, біз үйіне бар осы былтыр құтты болсын айтып, кішкентайлы үй алып еді, соған құтты болсын айтып кетті. Бау берік болсын. Сәкеннің орны бөлек, действительно, Сәкенді қоспауға болмайды. Сол айтқым келетін.